Ұстаздан шәкірт озат деген бар ғой, шәкіртіңнен жеңіліп қалып жүрме, қалып жүрме ай. Бастық адам екендігі көрініп тұр, үстіне костюм шалбар киіп кепті, киіп кепті ай. Не кисем де бауырым мен мұхтармын ғой, көрейін топ алдында сайрап қаны. Батырдың қандай сауыт киген емес, маңызды қандай дұшпан жайратқан ау ай. Ей, өмірде дүние көп тәуір артық, қайырсыз жеңіліңнен ауыр артық. Ағайын финалына шығарып тұр, өзімнің балам ғой деп сенім артып. Өнменіңнен өтетін ызғырықтан бұрқыраған аралдың дауыл артық. Ей, көлге құйған нөсерлеп жауыныңнан, шөлге құйған өткенші жауын артық. Өлесің деп қорқытқан дәрігерден, тәуірсің деп қуантқан тәуіп артық. Ей, құлағы жоқ қарны бар дөкейлерден, сіздердей өнер сүйген қауым артық. Ей, көршісін танымайтын тасқаладан, көршісі шай ішпейтін ауыл артық. Ей, ауыл артық. Ай, көңілім бүгін қалай шалқымайды, ақының ағын судай арқырайды. Қасымда алтын домбыра иес отыры, бұл кісінің есімі Жалпығайғы, және де күміс домбыра иес отыр, ол алтынның қасында жарты бәйгі. Төзімдері темірдей халқым отыры, бұл да елден қалай жырдың исі аңғымайды. Алтын менен күмістің ортасына қандай металл қойсаң да жарқырайды, ай, жарқырайды ай. Ау, айтайын алдарыңда жалпы кеңес, мақтану менің дәстүр салтым емес. Күміс домбыра иесі деп хабарлат, елге деген көңілім салқын емес. Ғаламның бар алтынын жинасам да, ағайын өздеріңдей жарқын емес. Тіпті менің ұтып алған күмісімде, сенің күміс күлкіңнен артық емес. Ей, артық емес. Ау, Алланың адамзатқа сый құтты, жан-жақтан кілең жүйрік жиылыпты. Айтысы осы айтыстың финалында Мұхтардай ұстазыма бұйырыпты. Ағам менен жұп болып шығып қалдым, байқасаң балдарыңның күйі мықты. Отырған осы көптің алқасында, екі бірдей басшадан бар қасымда. Маған да айтысуың оңай емес, екі бірдей бастықтың ортасында. Алғаның айтыстардан анық жүлде, сөзіңе ел құлағы қанып жүрме. Ізіңе шәкірт болып ердім аға, Бек Сұлтан сенен тәлім алып жүрме. Ұстаздан шәкірт озат деген бар ғой, шәкіртіңнен жеңіліп қалып жүрме, қалып жүрме ай.
Ай, ағажан абыройың биік депті. Көңіліне бар байлықты жиып кепті. Бұл күнде театрды басқарасың. Өнерің бүкіл елді сүйіктетті. Бастық адам екендігі көрініп тұр, үстіне костюм шалбары киіп кепті. Ау, киіп кепті, ай. Бек сұлтан мен сыйлайтын ер шығармын. Біреуден артық, біреуден кем шығармын. Қос бастықтың отырмын деп ортасында, дауысыңды шығардың ерсіп алғын. Екеуің бір театрда істейсіңдер, бұл жерде сыртта тұрған мен шығармын. Көңілің айналайын күйіп кетпесін, ұстазың көңіліңді биіктеткесін. Костюм шалбар жайындағы әңгімелер жөрейдегі кісілерге тиіп кетпесін. Қыранның суретіндей байрақтағы, халықтап көрейікші жайлап қаны. Аралға жиналыпты айналайын кілең айтыс өнерінің қаймақтары. Үстіңе костюм шалбар киіпсің деп қайнатып отырсын ғой май ботқаны. Ана шешемнен шапан киіп туған жоқпын. Жүрмін ғой ел алдында жайнап тағы. Бір шапанды қырғызға жау жібердім. Өзің де білесің ғой жайлап қаны. Не кисем де бауырым мен мұхтармын ғой, көрейін топ алдында сайрап қаны. Батырдың қандай сауыт киген емес, маңызды қандай дұшпан жайратқан ау. Осы тойдан жақсылап қайтасың ау. Бар ойың байқап тұрмын шайқасу ау. Мұхтардың иығында шапан жоқ деп маған емес әкіміңе айтасың ау. Сондықтан артық сөздер керек емес. Артық айту сахнада өнер емес. Әрбір сөздің ыңғайы болу керек, ыңғайға көнбеген сөз өлең емес. Балдарың деп аралмаған сенді дейсің. Олай қалқан бересің неге кеңес, бәрімізде сыр бойының баласымыз, аралға кеп бөлініп керек емес. Алға қарай басайық енді деймін, шабар жерді мен өзім белгілеймін. Қасыма Бек Сұлтандай шәкіртім көп, міне бүгін Құдайым берді деймін. Шәкіртім озып кетіп жүрмесін деп, қарағым айтқан сайын ел жүреймін. Ұстаздан шәкірт өзіп айналайын, алтыннан күміс осса ренжімеймін. Мәселенің шешейік аққарасын, әркім өлең айтады жаттағасын. Ақтық сынға шыққанда осылайша беріледі ақындар, береді ақындардың нақ бағасын. Сен өзіңде аралдың баласысың, жүректерге ән болып жатталасың. Толқынды толқын қуар деген бар ғой, мақал қып халық өзі сақтағасын. Өнерде де өрістеу болмайды ғой, бір толқынды бір толқын озып жатпағасын. Тілініп отырмыз ғой қауын қақтай,
болмайды қар өлеңді жауындатпай. Аралдың халық орнынан тік тұрыпты, қар өлеңді болмайды дауылдатпай. Барлық жерде айтысу керек қарғам, көсілмей тек осылай ауыл жақтай. Мен сені мықты қылып тәрбиелеп, қалмаушы едім жүзіңді жалындатпай. Кезегіңді берейін әрі қарай, болмайды қар өлеңді арындатпай. Бауырым барыңды сал, нарыңды сал, жеңіс күні жеңіліс тауып жатпай. Аға десе көңілім шайқалады, шәкіртің осындайда ой табады. Костюм шалбар киіп кепсің деген едім, ағамыз айтар сөзді айталады, қазыларға текпетпесін деп қояды. Бұдан қылай шаңырақ шайқалады, төр жақта аман жолдай ағам отыр, ол кісінің дайын ғой той табағы. Жеңістің бұл тойына келген жанды ат мінгізіп шапан жауып қайтарады. Қоздырып делебемді әрі берілі, көмейге Бексұлтанның әні келді. Ей Қазақстан көп ұлтты мемлекет, кеше бірлік күнінде бәрі көрді. Мінеки жеңіс тойын тойлаймын деп біздің арал жинады қалың елді. Ей орыс пенен кәрістің ортасынан Алматыдан Нұрзаттай сары келді. Қаптаған көп өзбектің ортасынан Шымкенттің Мейіржандай дәу келді. Ей Алатаудың аржағын асып өтіп, Қырғыздың Есенбектей нары келді. Ей жеңістің 80 жылдық бұл тойына немістен басқасының бәрі келді. Байқасам ақындарым көшел екен, құрметтеп қолпаштайтын осы ел екен. Ей аралға бұл Бексұлтан бала болса, көңілінен жырдың лебі еседі екен. Ей ұлдары жетес үмбет атасындай, тұлғалы Тоқабайдай шешен екен. Осындай той жасаған елді көріп, Мұхтар аға мерейің өсем екен. Жерінің соры шығып жатса дағы, елінің маңдай бағы бесел екен. Ағаның бола бермес бәрі мұндай, Мұхаңның әрбір сөзі тағылымдай. Кешегі тектілердің тұяғысың, жайылған сексеуілдің тамырындай. Ағасызды аралға ұқсатамын, отырмыз қошеметті нағы бұрмай. Аузыңнан шыққан әрбір сөзің нәрілі, көршілес жатқан шижағадағы сары құмдай. Қашанда жаның таза ағам едің, бәрінің таза болмас арымындай. Мінезің арал құмның дауылындай, алтай жауған жауынындай. Бір басыңда бірнеше өнерің бар, Қызылжар мен Аман өткел ауылындай. Тілі тәтті ағамыз аман болсын, Ақбайдың жазда піскен қауынындай. Қалайық қол соғып ет,
шалқып күлдің, мақтауды талайлардан артық білдің, әдегенде қаттырақ бастап едің, артынан жайға мақаммен толқып тұрдың. Найзаласып болмағасын мақтай бастап, мен сенің мақтауыңнан қорқып тұрмын. Байқап тұрмын көңіліңде құса бар ғой, сен қомпылдатпасаң да ұшалам ғой. Айтыста, соғыста да айқас керек, қысатын жерлерде мен қысалам ғой. Аралға ұқсатам деп мына сені, онсыз да мынау ағаң ұсаған ғой. Мен емес сен ұқсайсың сол аралға, терең жатқан Бек Сұлтанның іш арал ғой. Бауырым біле білсең осы күні аралды сақтап тұрған кіші арал ғой. Бұл жердің бастадың да, ұқсаттың да дауылына, апардың ғой Ақбайдың қауынына. Қауын мен дауыл сонда ұқсай мекен, артық айтып қайтесің бауырыма. Айтпайық артық сөзді жатқа қалқып, жөніміз жоқ демейміз шаттан артық. Аралдың топырағын сор деп тұрсың, дей алмаймын балақтан қаққан артық. Бақаға батпағы да артық дейді, бұл жердің соры бізге бақтан артық. Тіліңде Бек Сұлтанжан тәтті деймін, мен саған жаңылмайтын жақ тілеймін. Кешегі ұядағы тас түлектер қыран болып қанатын қақты деймін. Ізінде жақсылардың ізбасар бар, осы сөз көкейіңе жақты деймін. Алдыңа томар болып не қылайын, мен сенің қадамыңа сәт тілеймін. Сондықтан да кедергі болмайым саған, жол беріп Беке саған бақ тілеймін. Дейсің бе аға маған жол беремін, байқасаң нағыз құрмет сол дер едім. Ағаммен қарсыласып не қылайын, жол берсе мен де ағама қол беремін. Мұхаңменен айтысқа кірістік қой, өлеңмен біраз жерге жүрістік қой. Қатты бастап артынан бәсең десем, дауылдың алдындағы тыныштық қой. Айтайын өлеңімнің қайырмасын, ақын боп жақсатағым жайылғасын. Осындағы ағайынға тілейтінім, ешқашан жаман аты жайылмасын. Мұхтардайын ұстазыма тілегім солы, ақыл мен парасатын пайымдасын. Бұйыртса өзіңізді шәкіртің мені, сүйсініп бүкіл қазақ мойындасын. Атақты адам абыройды Алла береді, Алла берген абыройдан айырмасын. Айырмасын, Бек Сұлтан Бекзат маңғаз қалпың бекен, сөздерің мен ойларың әр түрлі екен. Әр жағынан тереңнен қаз деп айтсам, сенікі тек бетінен қалқу екен. Дауылдың алдындағы тыныштық деп айта салар әшейін салтың бекен.
тыныштық дәл алдында болушы еді, сенікі сәл байқаймын артымда екен, ай ей ей ей. Негізі дәл осындай формаң дұрыс, ой болса аралайтын орман дұрыс. Артың шулап жатқанның несі жақсы, бір жағынан артың тыныш болған дұрыс, ай ей ей ей. Сақилығын сақтаған, аталы сөзге тоқтаған аралымның тектелі. Ей, берекесін ұйытқан білімді туған бектері. Ей, алдыңа келді ақындар, төгетін толғау төкпені, шап десеңдер ағайын. Ей, ой бәрекелді дегенің озаттарыңа оттегі. Шап десеңдер ағайын, көсіліп бүгін шабайын, шабан емеспін шеттегі. Ай, Мұхтар аға дәл бүгін тарқасайық сыйласып, өтпелі өмірі өтпелі. Жанам деге, жетем деген жігітке, жұлдызда жақын көктегі. Қол жетпес жерге ой жетсе, жарты жұмыс біткені. Ой жеткен жерге қол жетсе, мақсатына жеткені. Құрғалған адам құсап құдашадан, дейсің ғой төкпен айтып қуа салам. Өзіңмен ақтық шыңға шыққаннан соң, суырып сап айтпай ма туас адам. Жол беріп мен алдыңда ашып едім, егемін деген жоқпын жуасаған. Өзің шабына қолыңды жүгіртпесең, сені теппейді қарағым жуасаған. Өмір жалған дейсің ғой мына маған, шек келтірмейін сенемін ырас оған. Кезек беріп айтысты баста дедім, уағыз айт деген жоқпын мына саған. Ай ей ей ей. Біздердікі осындай тартыс болсын, ақындар қайдан енді әртіс болсын. Шәкірттердің аузында ақтыс болсын, ұстаздардың аузында сәртіс болсын. Бек Сұлтанды тұқырту ойымда жоқ, көпке салған бұлда бір талқыс болсын. Жеңіс тойы ағайын құтты болып, бітіргенің бүгінгі жартыс болсын. Еліміз заман біз тыныш бейбіт болып, ең қырғын соғысымыз айтыс болсын. Ай ей ей ей. Сұлтанға жоғым берсін. Осы айтыста мінекей Мұхтар ағаң, өзіңе арнайылап жолым берсін. Қазыларда ескеріп, бұл Мұхтарға маға Бек Сұлтаннан кейінгі орын берсін. Аман жол ағаңызда ұмытып кетпей, беретін нәрселердің көбін берсін. Құдайдың бергеніне жетпейді ғой, жаратқан несібенің молын берсін. Ай ей ей ей. Ал бәрекелді, қадірлі ағайын.